Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерге бүгін бенді торттардың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты рецепттермен бөлісіп отырамын. Ең алдымен бисквитін дайындаймыз. Ол үшін бізге 3 дана жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бөліп аламыз. Ақ уызын құрғақ ыдысқа салып, үстіне шым тұз қосып, көпіргенше жақсылап миксерлеп аламыз. Ақ уызымыз дәл осылай көпіре бастаған кезде шекерімізді біртіндеп қосамыз. Өлшеніп алған 3 ас қасық шекерді бөліп қосамыз. Ақ уызымызды жақсылап көпіртіп алдық. Енді сары уызға күнбағыс майын құямыз. Кейін оны ақ уызға қосып, силиконовый лопаткамен төменнен жоғары қарай араластыратын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып болдық. Енді ұн мен разрыхителімізді де қосып, силиконовый лопаткамен төменнен жоғары қарай араластыратын боламыз. Ал енді формамыздың астын фольгамен жауып аламыз. Пирогымызды формаға құйып, қызып тұрған пеште 170 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міне менде пісіп шықты. Енді толық суығаннан кейін барып формадан шешетін боламыз. Кейін ара пышақпен корждарымызды бөліп аламыз. Ал енді кремін жасауға кірісейік. Салқын 33% сливкемізді жақсылап 2-3 минутта миксерлеп аламыз. Кейін сахарная пудра және 15% қаймақ қосамыз. Кейін 1 шай қасық загуститель қосып жақсылап миксерлеп аламыз. Ал енді тортымызды жинаймыз. Ең бірінші күлтящий столигімізге кішкене крем жағып, бисквитімізді орналастырамыз. Кейін оның үстінен пропитка жасаймыз. Пропитка менде кофе болып жатыр. Сіздер сүт немесе кофе өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Кейін бір слой кремімізді жағып шығамыз. Кейін кремнің бетін тегістейміз және бортик шығарып, бөлек крем жағамыз. Бізде начинкада нутелла пастасы болады. Сізге өзіңізге қалаған, өзіңізге ұнайтын начинка түрін қолдансаңыздар болады. Менде нутелла пастасын қолданып жатырмын. Кейін қайта бисквитімізді орналастырып, оны да жақсылап пропитка жасаймыз. Кейін черновой обтяжкасын жасайтын боламыз. Кейін холодильникке 20 минутқа қойып қоямыз. Кейін қайта алып, кремін жағатын боламыз. Ал енді кремімізді жағамыз. Мен кремді сары түске боядым. Сіздер өзіңізге қалайтын түске боясаңыздар болады. Кейін төменнен жоғары қарай кремімізді барлық жерде жағып шығамыз. Кейін төбесіне крем жағамыз. Кейін барлығын теп-тегіс қылып, әп-әдемі форманы жасап аламыз. Ал видео ұнаса лайк басып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты рецептермен бөлісіп отырамын. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанерге.